Баршаңызға ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Бүгін бізде обзорда DJI Osmo Nano. Көп адамдар сұрады, стоит, не стоит, алайық па, алмайық па, телефонмен немесе DJI Osmo Pocketпен егер салыстырса ол қалай болады деген сияқты. Соны түсірейін деп жатырмын. YouTubeға арналған арнайы жоба ретінде. Алда уақытта көптеген жаңадан шыққан техникаларды салып обзор жасап отыратын боламын. Негізі бұл менің қолымда екінші DJI Osmo Nano. Өйткені мен біреуін уже қолданып, обзор түсіремін деп жүрген кезде оны жоғалтып, сындырып, енді обзор үшін жаңадан тағы да екіншісін сатып алдым. Не только обзор үшін, бұл өте тиімді. Қай жағынан тиімді, сіздерге осы выпускта айтып беретін боламын. Енді қазір көп сөзбай, бірден ішінде енді күшті анпакинг жасамай қойып, сразу ішінде не бар екенін көрсетейін. Мен уже бұны ашып қойған, бірақ сіздерге қазір ішінде не жүретінін айтам. Бірінші бізде осындай крепление, бұл әйнектерге арналған. Жапсырып қойғанға. Екінші бізде осындай крепление, бәрі магнитпен жүреді, кепкаға жапсырғанға. Бізде үшінші мойынға тағатын, магнитпен жүретін осындай зат. Камераның өзі и оның қасында осындай чехол жүреді. Чехолын сразу кигізіп қойған абзал. Айтпақшы бұл магнит. Вот. Фук. И мынау да дәл осыған арналған. Жабыстырдың, кеттің. Плейбэк. Режиссерлардың тілімен бұл чебурашка ғой. Чебурашка деп атайды орысша. Бұл экран. Яғни мына жақта түсіріп жатқан нәрсенің барлығын сіз мына экраннан көре аласыз. Камераның бір ерекшелігі маған қатты ұнаған, айтпақшы мынау менің бас бармағыммен бірдей. Қарасаңыздар, бас бармақпен бірдей. Кішкентай ғана, өте удобный. Мен бүкіл жерде бұны қолданамын. Өзім съемкаларымда, бэкстейдждарымда қол бармайтын, камера тұрмайтын, бір жерге қыстырып қоя алмайтын заттарға өте ыңғайлы. Бүйтіп қоя саласың, тастай саласың, қыстыра саласың, магнитпен жүреді. Бұның маған қатты ұнағаны, бұда мынау бетіндегі стеклосы ауыстырылады. Объективқа егер бір нәрсе тисе, егер съемкаларда көп болады бізде. Мысалға, мен бір рет автоматпен атып атқан съемканы түсірдім да, сол съемканы түсіріп атқан кезде автоматтың оғы экранға стеклосына тиіп жырып кеткен болатын. И каждый раз түсірген кезде жырығы объективтен көрініп тұратын ше. DJI красавчики қазіргі соңғы техникалардың барлығын осындай стеклосы ауыстырылатын қылып жасап жатыр. Мына бүйтіп ашсаңыз, ішінде кәдімгідей объективтің өзі бар. Жаңадан камера сатып алмайсыз, жай ғана осындай стеклосын сатып алсаңыз жеткілікті. Арзан тұрады. Міне осыны DJI шешті деп ойлаймын. Сол үшін үлкен респект оларға. Өйткені уже менде мынада екіншісі болса да уже жырылған. Бұл монитор не қызмет атқарады десеңіздер, бұл екі қызмет атқарады. Бірінші, түсіріп жатқан материалыңызды осы жақтан көресіз. Мына камерада өзінде экран жоқ. Сіз түсіріп жатқаныңызды экраннан, камераның өзінен көре алмайсыз. Мына жақтан монитордан көріп отырасыз не түсіріп жатқанын. И бұл пауэрбанк ретінде жүреді. Яғни мынаның заряды бөлек, монитордың заряды бөлек, камераның заряды бөлек. Егер сіздің камераңыздың заряды таусылып жатса, азайып жатса, сіз мониторды қосу арқылы осыдан зарядты камераға бересіз. Режиссерлар оператор не түсіріп отқанын көріп отырады ғой, бүйтіп телевизордан. Тура осы зат қой негізі. Бүкіл настройканы, бүкіл материалдарды осы монитордан көресіз. Бұл магнитпен жұмыс жасайды, екеуі бүйтіп қосылады. Бұның айтпақшы бір приколы. Мысалға осылай түсірген кезде сіз өзіңізді көре аласыз. Немесе артын түсірген кезде бұны магнитті алып тастап, керісінше тығу арқылы, керісінше салдым, и сол кезде сіз мониторды өзіңіз көріп отырасыз. Яғни өте удобно жасалған, магнитпен барлығы керемет. Менде мынандай жағдай болды. Түсіріп жүрмін, суға түстім, теңізге түстім, и үйге келем, камерамен осы экранды қосқан кезде заряд алмайды. И экран екеуі подключение деп ұзақ загрузка болып тұрады. Ол неге десем, оказывается, көбінесе ұмытып кетеміз. Біз чехолдың астында осындай заряд өтетін жер, именно заряд бұларда осы кішкентай темірлер арқылы жүреді, и подключение де сол темірлер арқылы болады. И сол үшін осылардың арасына тұз жиналған, мусор жиналғандықтан бір-біріне тоқты дұрыс бермей жатыр екен, оказывается. И мен оны күттім, бір күн күттім, неге істемей жатыр деп. Жай ғана чехолын бет шешсем, ішінде чехолда заряд өтетін сымдардың, тоқтардың арасында осындай мусорлар жиналып қалған екен. И каждый раз суға түссеңіз, бір құмға салсаңыз, экстремально бір жерлерде қолдансаңыз, міндетті түрде чехолын шешіп, и камераның осы зарядтайтын жерін, чехолдыкын және экрандыкын тазалап отырыңыздар міндетті түрде. Бізде камераның қазір настройкаларын көрсететін боламыз. Бұл настройкалар менің настройкаларым. Бұл настройкалар мен өзім қолданатын настройка. Егер сізге бұл ұнаса, сізде осыны қойып алыңыз. Экранға сол жақта мына камераны тұр, соны бассаңыздар, бұл суретке түсіреді, видеоға түсіреді, және түнгі режим да бар, slow motion және time lapse бар. И мен әлі ешқайсысын қолданған жоқпын, тек маған видеосы ғана керек. И видеоны басамын. Мына жақта біздің түсірген материалдар тұрады. Басасыздар, и сіздің
галереяңыз шығады осы жақта. Төбесінде памятіңізде қанша уақыт қалғаны жазылып тұратын болады. Астыға түсірген кезде бізде мына жерде настройка бар. Міне қарасаңыздар, менде 128 гигабайттың 16 гигабайты қазір бос екен. Бұл жерде SD карта. Осы жерде сіз памятіңізді форматировать ете аласыз, памятті көре аласыз деген сияқты қанша қалды. Бұл өзі ішінде ешқандай SD картасыз, флешкасыз 128 гигабайт және 64 гигабайттық болып бөлінеді. Менде бұл 128 гигабайт. Екінші, мына жерде камераны қосу, енді оны өздеріңіз білесіздер деп ойлаймын. Мына жерде микрофонды петличка қоссаңыздар, үшіншісін басасыздар. Енді мына жерде бізде настройканы басамыз. Бізде бірінші функция активного экраны, бұл бізде базовыйда тұрады, қосып қоя салыңыздар. Енді мына жерде қатты бір қиын нәрсе жоқ. Сіздерге қиын жағын айтайын. Өтіп кетеміз. Битрейтті бассаңыздар, көбінесе қосқан кезде сіздерде стандартныйда тұрады. Ал бұны стандартныйдан высокийға ауыстырыңыздар. Неге? Өйткені битрейт үлкен болған сайын сіздің видеоңыздың качествосы да үлкен болады. Сол үшін высокийға қойып қойыңыздар. Менде громкость низкийда тұр, өйткені қосылуы, ашылуы деген сияқты қатты да тұрса, запись басқан кезде тадаң деп үлкен бір қатты звук шығады. Сол үшін бұны өшіп қоюға да болады, низкийға қоя салсаңыздар да болады. Светодиоды дейтін нәрсе бар. Бұл нәрсені қоссаңыздар, сіз запись басқан кезде қызыл жанып тұруы, қосылған кезде бір көк жанып тұруы деген сияқты светтер бар. Мен запись жасап жатқан кезде менде ешқандай свет жанбайды. И мен осыны алып тастағанмын. И менде линияларды қосып қойғанмын, сетка және диагональды қосып қойға болады. Тек сетка қойға болады, диагональ қойға болады және сетка диагональ. Ол деп отырғанымыз мынау. Экранда тұрған сетка мен диагональ. Сондай-ақ галереяңызға пароль қойып қойсаңыз болады. Автовыключениені өздеріңіз білесіздер. Калибровка горизонтаны бір жасап алсаңыздар болады. Басасыздар, тегіс жерге осылай қоясыздар. Начать деп басасыздар, 3 секундтан кейін өзі калибровканы дұрыстап беретін болады. Все, подтвердить, бізде калибровка дұрысталды. Экранның яркостьін жоғарылатып көтеруге болады. Мен всегда жарығын қолданамын. Блокировка и мынау голосовое управление, түсір десең түсіретін, өшір десең өшіретін деген сияқты. Енді бізде настройкада астыдан төбеге жылытсаңыздар, мына жерде бізде FPS бар, яғни кадр в секунды бар және разрешениесі бар. 1080 4К 2D 7К деген сияқты мен қалай түсіремін. Және де оның форматы бар. 16:9 дегеніміз бізде кәдімгі альбомный формат десем де болады. 4:3 деген бізде соның қысқартылған түрі, мысалы 9:16 ауыстыра бересіздер. Мына жерде 4К және кадр в секунды менде әр кезде әртүрлі. Мына жерде өздеріңіз білесіздер. Егер сізге больше кадрды замедлять ету керек болатын болса, онда сіз 50-ге қоясыз. Ал 24 немесе 30, 25 деген FPS-қа қоятын болсаңыздар, сіз кадрыңызды замедлять ете алмайсыз. Менде в основном замедлять ететін кадрлар жоқ. Бұны бэкстейдж ретінде қолданғандықтан кейін мен всегда 25, осы 24, 25, 30-ның біреуін қолданамын. Окей, 30-ға қояйық. 4К 4:3. Енді бізде оң жақта настройка бар. Сол оң жақта настройканы бассаңыздар, бізде осындай настройка шығады. Бұл жерде сразу айтып кетейін, жерде цвет деген тұр. И бұл обычный 8 бит, обычный 10 бит және D-Log деген бар. Log формат деген қазіргі телефондарда да бар. Бұл log форматын қосқан кезде сіздің камераңыздың бүкіл ең қолынан келетін барлық мүмкіндіктерін пайдаланасыз деген сөз. Яғни бұл жақта светті көп жаза алады, сіз өзіңіз монтаж кезінде светті қолдана аласыз, жарық бере аласыз, цветокоррекциясын өзгерте аласыз деген сияқты. Мен D-Logқа түсіремін, мен оны бояймын, монтаж кезінде бояймын деген сияқты. Егер сіз боямасаңыз, оны ешқандай монтажда қолданбасаңыз, сізге кеңес берем обычный 10 битқа түсіргенге. Өйткені бұл обычныйға қойған кезде өзі кадрыңызды бояп береді өзі. Экспозицияға келетін болсақ, экспозицияда бізде авто және ручнойда тұрады. Pro версиясын алып тастауға да болады, және жай обычный версиясында қолдануға болады. Сіздерге кеңес беремін, Pro версиясын қосасыздар. Енді көп настройкалар осы жерде. Көріп отырғандарыңызда бірінші экспозиция тұр. Экспозицияны в основном барлығы автода қолданады. Менде кейде болады авто қолданатын, бірақ в основном өзім түсірген кезде мен ручнойға қоямын. Бұл ручнойға қою үшін бізде M деген бар, M-ға басамын. Және мына жерде әртүрлі. Мысалға 100 бен 700 деген, ол да 100 бен 700-дің арасында ISO-ны өзгертіп отырады деген сөз. И бұны мен осыным ең үлкеніне қоя салам. 100-де 12700 немесе 100-де 25600. Бірақ 25600-ді мен кеңес бермеймін. Кеңес берем только 100-де 12700-дің арасында өзі ISO реттеп отыратын болады. Бізде сол жақта выдержка 1:60, 1:50, 1:80 деп отырғанымыз. Бұл FPS пен бірге жұмыс жасайды. FPS деп отырғанымыз сіздер
кадр түсірген кезде қарасаңыздар, міне 4К 1080 деген кадрлар бар ғой. Осының астындағы мынау FPS-і кадры в секунды дейді. Мысалы 24 кадр в секунды, 30, 48, 50, 60. Енді осыған байланысты ауыстырасыздар. Егер сіз слоумо түсіретін болсаңыздар 60-қа қоясыздар. Сол кезде сізде мына жақта ручнойда, экспозицияда выдержкаңыз 1:60-та тұру керек, 2 есе көп болу керек. Егер сіз кадрыңызды замедлять еткіңіз келсе, сіз 60 FPS-қа түсіресіз. 60 FPS-қа қойған кезде оның 2 есесіне қою керек. Бұл бізде выдержка өзі заңы бойынша солай жүреді, 2 есе көп болып жүреді. Сол үшін біз 1:20-ға қоямыз. Экспозицияның өзі бар. Мына жерде +1:3 бұл жарыққа байланысты пайдаланады. Бұны мен +1-ге қойып қоямын әрдайым, өйткені мен видеоларымда жарықтың көп болғанын қалаймын. Бізде келесі баланс белого, бұны мен өзгертпеймін. Баланс белого әртүрлі бола береді. Яқта көк қылып жібересіз, шамалы желтый қылып жібересіз деген сияқты. Менде автода тұрады. Баланс беловоға тиіспесеңіздер болады. Бізде келесі мына жерде көріп отырсаңыздар, ретуш бар. Соны мен әрдайым өшіріп тастаймын. Егер керек болса, приложениеда сіз оны жасай аласыз. И келесі бізде звук. Міне звукқа басасыздар. Бізде екеуі бар, канал стерео және моно деген бар, шумоподавление деген бар. Бұл жерде шумоподавление өзгертуге болады. Стандарт бар, высокий бар және выкл бар. Мына высокийға қойсаңыздар, бұл искусственный интеллектпен жұмыс жасайды, сіздің даусыңызды бір робот қылып жібереді, кесіп тастайды. Сол үшін бұны мен өшіріп тастаймын әрдайым. Сіздерге де соны кеңес беремін. Жоғарға көтерген кезде бізде стабилизацияның түрі бар. Қазір сіздерге мен стабилизация жайлы айтқым келіп тұр. Келесі настройка бізде стабилизация. Бұл жақта стабилизацияның 4 түрі бар. Өшіріп қоюға болады, қосуға болады. Қазір сіздерге 4 түрлісінде қойып көрсетемін. Мен негізі басында өзім стабилизацияны өшіріп тастаймын, өйткені сондай бір әдемі кадрларды береді. Бір қозғалған кезде де қараңыздар, бір живой бір кадрларды береді деген секілді. Ал бізде бұл екінші стабилизацияның түрі Rock Steady деп аталады. Бұл бізде больше уже плавный күнделікті өмірге қолдансаңыздар болады. Ешқандай бір өшіп тастағандағыдай дерганность, бір сондай резкий бір движениялар жоқ, бірақ тек осындай плавный. Бұл бізде үшінші стабилизацияның түрі, бірақ мен 3 пен 4-ті мүлдем қолданбаймын. Сіздерге де кеңес беремін, өйткені бұл мысалға бүйтіп кеш бұрылады, немесе бір ортадағы адамды ұстап қалады да, и бұрған кезде кейін барып бұрылады, бір қызық қолданатын бір жер таппадым десем де болады. Сол үшін бұны мен қолданбаймын. Тек қолданатын болсам өшіріп тастап қолданамын, немесе Rock Steady дегенді ғана қолданамын. Сондықтан сіздерге де соны кеңес беремін. Бұл мысалға резкий бір движение болған кезде бірінші ортадағы адам ұстап қалып, сосын барып айналады, бір қызық сондай бір түрі бар. И төртіншісі дәл сондай. Енді қазір объективтарға көшейік. Сіздерге барлық объектив түрін көрсетемін. И арасында айырмашылықты өздеріңіз қазір байқайсыздар. Қазір менде стандартный объектив. Бұл бізде екінші объективтің түрі, естественный широкоугольный деп аталатын объективтің түрі. Байқасаңыздар, менің артымда кеңістік көп болды, және мені 0.5-ке телефонның тілмен айтсаңыздар 0.5-ке алып жатқан секілді көрініп тұр. Бұл бізде үшінші широкоугольный широкий деп аталады. Айырмашылықты өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мынау бізде төртінші объектив сверхширокоугольный широкий деп аталады. Байқасаңыздар, бір fish eye, бір как будто балықтың көзімен қарап тұрғандай сондай бір сезім береді. Негізі бұл ракурста маған қатты ұнайды. 0.5 емес, бұл как будто бір 0.1 ма, 0.2 ма сондай, я. Мен осы камераны алып өзіме салған кезде көп адамдар маған сұрақ қойды. DJI Osmo Nano дұрыс па, әлде DJI Osmo Pocket дұрыс па деген сияқты. Бұл сұраққа мен сіздерге былай айтушы едім. DJI Osmo Pocket'тің өзінің қолданатын жері бар, Osmo Nanoның өзінің қолданатын жері бар. Екеуі екі түрлі. Бұл больше влог түсіруге, жүруге, стабилизациямен түсіруге арналған болса, бұда да стабилизация бар. Бірақ екеуі бір-біріне мешать етпейді. Екеуі де болса сіздерге жақсы, өйткені бұмен больше сіз жүріп аласыз, фокус бар, автофокус бар деген сияқты. Экранды басу арқылы фокусты қай жерге қоятын өзіңіз білсеңіз, ал бұл жақта широкоугольный алғаннан кейін бұда фокуста бүкіл жер фокус қалынады. Сол үшін екеуін қолданатын жері екі түрлі. Мысалға, мынаны сіз кез келген қуысқа, кез келген жерге магнитпен біз жабыстырып, ракурстарды ала беретін болсаңыз, ал бұл сізде стабилизациямен бірге болғандықтан сіз кез келген жерге бұны қойып, жабыстырып түсіре бере алмайсыз. Мысалға, машинада бүгін сіздерге көрсеткендегідей машинаға жабса салады, немесе кішкентай бір стаканның ішіне салып жіберіп үстінен су құйсаңыз да, және бұл су өтпейді, судың астында да қолдана бересіз. Ал бұл ондай емес. Мынау больше влогқа арналған.
влог түсіресіз, және де бұның заряды көпке шыдайды. Ал мынаның заряды монитордың зарядкасы болса да, бұның зарядкасы тез отырады. Сол үшін бір жерге алып кетіп, бір 40 минуттық, 30 минуттық влог түсіре алмайсыз. Егер сізге ұзақ мерзімді влог әрі-бері жүрем десеңіз, онда сізге алу керек нәрсе бұл DJI Osmo Pocket. Қазір мен қолымда DJI Osmo Pocket. Бұны келесі выпуста шығаратын болам. DJI-дің жаңадан DJI Osmo Pocket 4 және 4 Pro дегені шықты. Соларды салыстыратын боламыз. Сіздермен болған Абуали Өмірәлі. Инстаграмға тіркеліп қойыңыздар, каналымызға тіркеліп қойыңыздар, колокольчикті басып қойыңыздар. Жаңа техникаларды әрдайым сіздерге бірінші болып қазақ тілінде таныстыратын болам. Менімен болғандарыңызға рахмет.